Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Біздің Павлодар облысындағы 3 күндік көші-қон іздестіру сапарымыз осымен аяқталды. Біз қазір Павлодар қаласы автовокзалда пойызға шығу алдында тұрмыз. Енді алдағы сапарымыз Ақмола облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Қостанай облысы және Атырау қатарлы облыс аймақтарда болады. Енді сол жердегі көші-қон жағдайымен танысатын боласыздар. Жалғасты назарларыңыз бізде болсын. Ал кеттік. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Міне біз бүгін Астанаға да келіп жеттік. Жалғасты және Көкшетауға қарай бет аламыз. Астана суық емес екен, Астана. Павлодармен салыстырғанда азырақ суық екен, болмаса дегендей қатты суық жоқ. Павлодар қаласынан Астанаға дейін 400 км. Астанадан Көкшетауға дейін 270 км шығады екен. Астанадан Көкшетауға қарай тартып барамыз. Қазір азырақ боранды қар жауып тұр. Суығы жоқ қанша, жылы екен ғой бұл Бурабай. Температура 15 градус айналасын деген. Бурабай саяхат орны ғой енді, үлкен саяхат орны. Сонымен Көкшетауға да келіп жеттік міне. Көкшетауда күн суық емес екен. Алматымен ұқсас қой мұны бүгін. Температура 15 градус айналасында. Ешқандай суық жоқ, қарды аз екен. Енді біз Көкшетаудан Амандық деген ауылына шыққалы тұрмыз. Енді Амандық ауылына барғаннан кейін сол жердегі көші-қон жағдайын және де сіздерге жалғасты айтатын боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Қазір көріп отырғандарыңыз Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Жаңа Дәуір ауылы. Бұл Жаңа Дәуір ауылы Солтүстік Қазақстан облысының орталығы Петропавлға қарайтын ауыл. Бұнда бір қаншалаған Қытай Республикасына келген оралмандар тұрады. Негізінен барлығы қазақ ұлтына оралған ауыл. Қазір бұл жерде таңертеңгі сағат 10 мөлшері. Ауа райы дегендей суықта емес, азырақ жел ызғар шығып тұр. Көріп тұрсыздар, қар да қалың емес, шөптің бастары да қылаулап көрініп тұр. Бұл жерде міне қазірге дейін малды сыртқа шығып жаюға болады екен. Сиыр, қойлар, міне жылқылар және жылқылар да сыртқа шығып жайыла алады екен. Бұл ауылда тұратындардың бәрі негізінен шаруашылықпен жұмылданады. Қой, сиыр қатарларды бағуға өте қолайлы жер. Бұл ауылға жақын маңда бірнеше завод карханалары бар екен. Май шығаратын және кесек заводы және симон заводы қатарлы заводтар бар екен. Енді бұл арада артық еңбек күші болса, үйіңізде артық еңбек күші болса, сол заводтарға барып істеуге де болады. Және бір бұл ауыл мына Бурабай саяхат орнына өте жақын орналасқан. 20 неше километр келеді. Енді кейбір адамдар саяхатқа барып, сол саяхат орнына барып, сауда-саттықпен шұғылданатындар болса да, өте қолайлы жер. Бурабай енді Қазақстандағы ең үлкен саяхат орнының бірі есептеледі. Сол саяхат орнына барып,
үй майлап алып, яғни қазақи үйден сол жерден саяхат ашып, табыс тауып жатқандар да өте көп екен. Біз кеше ғана Павлодардан келгенбіз. Кешеден бері қар жауды. Қар жауып, боран шыққандай болды. Бірақ ауа райы өте суық емес. Бұл жерде міне шөптің басы қылаулап шығып тұрады екен, малдар жайлауға болады. Міне көріп тұрсыздар. Қар қалың емес екен. Астықты жіліктен де аспайды міне. Шөптер бар, малдар жайылуға болады. Бұл жерде су негізінен құдық суы. Құдық суын ішеді екен. Тұрба суы да бар. Және бірі малға өте қолайлы көлдер бар. Айналасында кішігірім көлдер өте көп. Енді бұл жердің үй бағасына келсек, енді үй бағасы 1 миллион айналасында. Үй енді қымбатырақ. Үйдің қымбат болатын себебі бұл әйгілі саяхат орны Бурабайға жақын болғандықтан енді үйдің бағасы азырақ қымбатырақ, енді 1 миллион айналасында. Егер сіз бұлардан үй салып аламыз десеңіз, фундаментін дегенін шығарып қойған жерлер өте көп екен. Сол жерден өзіңіз үй салып алуыңызға болады. Бұл жерде енді сиыр бақсаңыз, сиырыңыз енді таңертең жайылымға өзі шығып кетеді. Кеште қайтып келеді, өте қолайлы. Ал енді сүтін сатпақшы болсаңыз, сырттан қаладан адамдар келіп, сүтін өзі сатып алып кетеді. Сүттің келесі 80 теңге. 80 теңге тұрады. Өздері келіп әкетеді, өте қолайлы. Ал енді бұл жақта да мал базар болмайды екен. Енді балыңызды сатпақшы болсаңыз, сол WhatsApp арқылы топқа жолдасаңыз, өздері келіп, үйлеріңізге келіп малды сатып әкетеді. Бұл жаңа дәуірі ауылынан басқа және де Амандық ауылы, Аймақ ауылы қатарлы бір қанша ауылдар осы жерге орналасқан екен. Бұл жерде енді қасиетті мекен деп айтуға болады. Тарихта Қабанбай батыр өз қосынын бастап осы арада қалмақтармен соғысқан, жаулап алған жерде болады. Сонымен бірге бұл жерде Ақан сері, Біржан Сал қатарлы ақын жазушы бабаларымыз тұрмыс тіршілік еткен. Естілерге қарағанда Қызай анамызда осы жерге жерленген деген сөз бар. Міне бұл осындай өте қасиетті мекен деп айтуымызға болады. Тұрмыс тіршілікке, мал шаруашылыққа, егіншілікке барлығына да қолайлы екен. Келіп қоныстансаңыздар болады. Ауа райы да өте суық емес, өте қалыпты. Міне бұл осындай қасиетті мекен. Көшіп келемін деушілер, бұл жер суық бекен, Бақачаян бар мекен, Шыбын-шірке бар мекен деген қатарлы орынсыз сауалдарды сұрамаңыздар. Ел жұрттан ұят болады. Міне мына тұрған орман жігіттер Шығыс Қазақстан, Павлодар облысы қатарлы жерлерді айланып келіп, міне осы жерді талдады. Осы жерде мекен етіп, тіршілік етуді жоспарлап отыр. Міне бүгіннен бастап бірнеше қалып қаламыз деп отыр. Сіздер де келіңіздер, қоныстаныңыздар. Міне мынау қасиетті мекенді ортақ гүлдендіруге, дамытуға ат салысыңыздар. Міне бұл арада қаз бағуға да оларген. Қаз бағын жылдануға болады. Өйткені бұл өңірде көл біршама көп болғандықтан қаз бағуға өте қолайлы. Мына ат жақсы семіріпті.
Ендігі бағытымыз Петропавлға қарай бет алдық. Петропавлға барып, сол жердегі ахуалдарды сіздерге хабарлайтын боламыз. Петропавлдан кейін және де Қостанай облысы, Атырау жаққа барып, сол жақтағы көші-қонды сіздерге хабарлайтын боламыз. Жалғасты назарларыңыз бізде болсын. Бұдан кейін YouTube'дағы дүбірлі дүниеге назар салып отырыңыздар. Сонда сіздерге және жалғасты түрді хабарлайтын боламыз. Сау сәлемет болыңыздар. Келесі санда көрісетін болайық.